Бүгін сіздермен дастарханның көркі куравье печеньесін пісіретін боламыз. Ол үшін 250 грамм сары май немесе маргарин, 60 мг сұйық май, 1 жұмыртқа және 100 грамм құмшекер қажет болады. Барлығын салып, венчиктің көмегімен бір қалыпты етіп араластырып аламыз. Дайын болған массамызға 350 грамм 400 грамм ұнға 1 чайный ложка разрыхитель салып, қасықтың көмегімен дайын массамызға салып, 2 бөліп араластырып аламыз. Бастапқыда қасықпен араластырып, кішкене жинақталған соң қолмен жұмсақ қамыр илейміз. Енді дайын болған қамырымызды целлофан пакетке орап, 20 минутқа холодильникқа салып аламыз. Холодильниктен шығарып, бірдей бөліктерге 30 граммнан бөліп алып, осылай думалақтап, дайын подносымызға теріп, қызып тұрған духовкада 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Біздің печеньеларымыз әдемі болып пісіп шықты. Енді Қазақстан шоколады водяной баняда немесе микроволновкада кішкене сұйық май қосып ерітіп аламыз. Печеньеларымызды мұздатып, шоколадымызды үй температурасында 5 минут мұздатып аламыз. Сосын әрбір печеньямызды бірінші шоколадқа, сосын кокосовый стружкаға батырып аламыз. Осындай әдемі болып, әсемдеп шығамыз. Жегенге де өте әдемі, ыңғайлы, қонақтарыңызға да ұсынсаңыздар өте керемет болып шығады. Дәмі өте әдемі, песочный болып шығады. Сіздерге ас болсын, жасап көріңіздер. Маған подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар.